Армысыздар, әріптестер, қазыларым, үздік педагог сайысында сынар бағын, бастайын мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабылдағын. Артымда қалса ғой деп ізіменді, пендеңіз арнау жырын тізіп өрді. Бұл жердегі ардақты ел армысыздар, алдыңа жаңашыл ұстаз Нұрсұлу келді. Атқан соң ұстаздықпен күліп күнім, шәкірттер жүр білімнің біліп құнын. 13 жыл еңбек еткен бұл салада, бірімін ел сыйлаған біліктінің. Бақыттым ұстаздыққа бет бұрғаным, шаттығым шәкіртке нәр таттырғаным. 13 жылдық еңбегімнің жеңісі ғой, алдыңа қатысушы боп кеп тұрғаным. Жақсы адам жарқыраған шуақ сынды, сайыс болып алдымда сынақ тұрды. Шәкіртке білім нұрын сусындатқан, ұстаздар ағып жатқан бұлақ сынды. Індет кіріп қашықтықтан білім бердік, білім беру жолында көп іздендік. Білімге шәкірттерім сусындады, біз үйреткен бірегей тәлімгерлік. Жарысу мақсат емес нансаңыздар, жеңіске лайықпыз баршамызда. Басты мақсат жас ұрпақтың болашағы, сәттілік тілеймін мен баршаңызға. Үздік жыл мұғаліміне қатысқалы жатқан ұстазым Нұрсұлу апайға сәттілік тілеймін. Сізге әрқашан арқаңызда сенімді адамдарды естуіңізді тілеймін. Оның көзге көрінбейтіні сізді үлкен жетістіктерге шабыттандырсын. Сіздің әділдігіңізге сенім сыйласын және барлық бастамаларыңызға табыс әкелсін. Сонымен қатар сізге арналған өлең шумақтары. Ұстазым екінші анам аялаған, біздерден бар білімін аямаған. Нұрсұлу апай, сізге сәттілік тілейміз біз, таңертең күнде құшақ жаяр алдан. Мен өз ұстазыма тек сәттілік пен табысты жеңістерді тілеймін. Нұрсұлу апай бұл ең жақсы энергияға толы, позитивті, түрлі идеялардың генераторы. Біздің осы 5-ші сыныптан бастап қатарымыздан алды болуымыздың да себепкері Нұрсұлу апай. Сондықтан жеңіске тек Нұрсұлу апай лайықты деп есептеймін. Ұстаз. Бұл сөзде қаншама мағына бар. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, мұғалім болу оңай болып көрінгенімен, ал нағыз ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермес анық. Жаңашыл мұғалім қандай болу керек? Қазіргі уақытта оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр ұстаз 21 ғасыр педагогына сай болу үшін ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы, білімпаз, креативті, кез келген ортаның ұйытқысы болуы керек. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты республика мектептері қашықтықтан оқытуға көшті. Мен қашықтан оқыту барысында WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, онлайн мектеп секілді көптеген платформалармен жұмыс жасап, актының қыр-сырын толық меңгердім. Шәкірттерімнің алғысына бөленіп, бар білімімді меңгерте білсем, бұл менің ұстаздық сенімімнің ақталғаны деп білемін.